Сәлем достар! Құрттаған тістің салдарынан қандай аурулар пайда болады? Мені жоғалтпас үшін лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларымды көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Алдағы уақытта денсаулыққа пайдалы кеңестермен көбірек бөлісетін боламын. ақш-тың Коннектикут штатының зерттеушілері құрттаған тістердің жүрек-қан тамыр ауруларының пайда болуына әсер ететінін анықтады. Ауыз қуысындағы бактериялар қан айналымына түсіп кетіп, әрі қарай адамның басқа органдарына таралуы мүмкін. Ғалымдар периодонтиттің бір қатар жүрек-қан тамыр аурулары мен диабеттің туындауына себептесетінін анықтады. Тіс адам өміріндегі 2 рет шығады. Алғашқыда 20 сүт тіс өсіп шығады. Олар дені сау сәбилерде 6 айдан бастап 2,5, кейде 3 жасқа дейін шығып болады. Кейде 6 жастан бастап сүт тістер орнына тұрақты 28-32 тістер шыға бастайды. Ауыз қуысында жиі кездесетін ауру тіс шегі, яғни кариес деп аталады. Мұнда әуелі тістің эмалі үгіледі. Содан кейін дентин қабаты ойылады. Біздің елімізде ересектердің 80% тіс шегіден зардап шегеді екен. Тіс шегі пайда болғанда тіс бірден ойылмайды. Әуелі ол тіс эмалінде кішкене дақ түрінде білініп, ұлғая келе эмальді бұзып дентинге түседі. Дентині бұзыла бастаған адамның тісі ыстық немесе салқын ас ішкенде, тістің арасымен салқын ауа жүргенде ауыра бастайды. Тістің ауруын дәл осы кезеңде емдеп тоқтатуға болады. Тіс ойылса, эмалі мен дентині опырылып, қуысындағы қан тамырлары мен нерві зақымдалады. Ауыз қуысындағы микробтар оларды қабындырады. Сөйтіп тіс ауруы асқына түседі. Тіс ойылып, пульпитке ауғанда тістің қуысындағы заттар шіріп, ауыздан жағымсыз иіс шығатын болады. Тістің нервісі мен қан тамырлары қабына бастаған кезде емдете қойса, тісті аман алып қалуға болады. Кейде тістің нерв пен қан тамырларының немесе тіс түбір ұясының қабынып, ауырғаны ұзаққа созылса, олардың іріңі, бактериялар мен уы қан арқылы денеге тарай бастайды. Мұндайда адамның тұла бойын ірің жайлап ауырады. Жүрек, бүйрек, бауыр тәрізді жеке ағзалары қабынып іріңдей бастайды. Кейбір адамдар тістерін күнделікті тазартпайды. Ойылған тістерінің арасына ішкен тамағы тығылып, микробтардың ұясына айналады. Әлгіндей тығылып шіріген қалдықтың 1 миллиграмда 800 миллиондай микроб болады екен. Қай жасқа келсе де адам ауыз қуысының тазалығы мен саулығына ерекше көңіл бөлуі қажет. Сондықтан әрбір азаматтың тісі ауырмаса да, тіс дәрігеріне жылына 2 рет көрініп тұрғаны жөн. Сарапшылардың пікірінше, егде жастағы адамдардың ауыз қуысы саулығына ерекше мән бергені жөн. Денсаулық сақтау саласында жұмыс істейтін әрбір маман егде жастағы пациенттерінің ауыз қуысы гигиенасын сақталуын қамтамасыз етуі керек. Ғалымдардың деректеріне сәйкес, тіс шегі жастардан қарағанда зейнет жасындағы адамдарда 2 есе көп кездеседі. Бұл өз кезегінде ауру туындау қаупін 2 есе арттырады. Тісті жай ғана тазартып қана қоймай, оның санациясына, яғни саулығына аса мән беру керек. Міндетті түрде тісті кешкі уақытта тазартқан дұрыс. Себебі күндіз сілекейдің тазартқыш қасиетінің арқасында тістер тіс қағының зиянды әсерінен қорғайды. Ал түнде сілекей өте аз мөлшерде бөлінетіндіктен ауыз қуысындағы бактериялар көбейіп, тіске жағымсыз әсер ете бастайды.
Мына симптомдар байқалған кезде медициналық көмекке жүгінгеніңіз абзал. Тіс пен қызылиектегі ауырсыну, қызылиектің қанауға бейімділігі, ауыздағы жағымсыз иіс, ауыз қуысындағы шырышты қабақтағы афталар, яғни жаралар, төменгі жақ сүйек асты түйіндерінің ұлғаюы, ұрт пен беттің ісінуі, сонымен қатар дене температурасының көтерілуі, тәбет пен еңбекке қабілеттіліктің жоғалуы, ой санасының бұзылуы секілді симптомдарда болуы мүмкін. Ауыз қуысы ауруларының алдын алу. Үйде ауыз қуысының толыққанды гигиенасы тіс-шегі мен қабыну ауруларына дейінгі барлық ауыз қуысы ауруы профилактикасының негізі болады. Стандартты гигиена құралдарын пайдалану арқылы тісті күніне 2 рет тазалау керек. Бұл тіс щеткасы мен пастасы және тілге арналған тырнауыш, тіс жібі, ауыз шайы құралдары сынды қосымша заттар болуы мүмкін. Тіс щеткасы мен пастасының түрі қандай болса да, тіс өңесін толық жою мүмкін емес. Уақыт өте келе, бұл өңес тіс жегі немесе қызылиектің қабынуына алып келуі ықтимал. Сондықтан мұнымен ауыз қуысының кәсіби гигиенасы арқылы күресуге болады. Ауыз қуысы ауруларының алдын алудың міндетті шарттары. Олар: зиянды әдеттерден бас тарту, тамақтануды реттеу, яғни ұзақ және мұқият шайнауды қажет ететін тағамның басым болуы, тәтті тағамдар санын қысқарту, ішкі орган ауруларын уақытылы емдеу, күйзеліс пен оның салдарының алдын алу, су ішу режимін сақтау, стоматологиялық тексеруден тұрақты түрде өту. Тіс ауруларын табиғи немесе шөппен емдеу. Қалампыр майы ауырсынуды басатын және қабынуды азайтатын табиғи антисептик. Мақта шарына аз мөлшерде қалампыр майын жағып, ауыратын жерге жағыңыз. Немесе кішкене стақанға суға 1 тамшы қалампыр майын қосып, аузыңызды жақсылап шайыңыз. Ваниль сығындысы. Ваниль сығындысындағы спирт ауырсынуды уақытша басады және оның антиоксиданттарды аймақты емдеуге көмектеседі. Саусақ ұшымен немесе мақта шарымен сығындыны күніне бірнеше рет тіс пен сағызға жағыңыз. Жалбыз шайы. Жалбыздың тыныштандыратын қасиеттерін ауыратын аймаққа салқындатылған бұрыш, шай пакетімен жағуға болады. Бұл жылы шай пакетін тіс пен сағызға қарсы ұстаңыз. Сарымсақ. Ұсақталған сарымсақ қалампырының пастасын жасап, зардап шеккен аймаққа жағыңыз. Сарымсақ бактерияларды өлтіреді. Құрамында себебі микробқа қарсы аллицин бар және ауырсынуды басады. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, видеоның соңына дейін қарап, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.